Некемен ойнағандар түбінде оңбай қалады. Елден сұрар бір өтінішім бар еді. Некемен, талақпен, отбасымен ойнамаңыздаршы, ағайын. Бүгінде ұсақ-түйек нәрселерге бола ажырасамын деп шығатындар тектен тыс көбейіп барады. Алланың неке деген ұлы шариғатына жеңіл қараған адамның ақыреттегі жағдайы не болмақ? Соны ойлап көрдіңіздер ме? Әйелін қорқыту үшін ажырасамын дейтіндер де бар. Біздің мешітке қаншама адам етегі жасқа толып жылап, еңіреп осы мәселемен келеді. Бала шағамды сағынып кетемін деп келсе, әкелі жылайды. Күйеуімнің қадірін білмеген екенмін деп әйелдер кеп жылайды. Ардақты пайғамбарымыз бір хадисінде былай деген екен: 3 нәрсенің әзілі шыны болмайды. Олардың шыны да шын, әзіл де шын. Олар неке, талақ, ант. Міне, бұл хадис барлық ерлі-зайыптылардың құлақтарына алтын сырға. Ендеше ажырасу мәселесінде ойнап едім, әзілдеп едім, жай әшейін айта салып едім, күйеуімді немесе әйелімді қорқытайын деп едім деп ойлау өте қауіпті. Сондықтан ойнаймын деп от басудан сақтасын. Болмашы себептерге бола талақ деп айту жөн емес. Өйткені ол шынымен де талақ болып қалады. Сөйтіп, адам өз жұбайымен зина жасап жүргенін білмей қалады. Бұл сөзі үшін Алланың алдында барғанда міндетті түрде жауап береді. Біз жеткізуін жеткіздік. Енді арғы жағын әркім өзі шеше жатар. Алла тағала еліміздегі отбасылардың берік болуын нәсіп етсін. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.